Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі дене шынықтыру сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы айып соққысын тебуді үйрену. Сабақтың мақсаты оқушыларға футбол ойын ережелері мен айла тәсілдерін үйрету. Ендеше оқушылар, дене қыздыру жаттығуларымен танысайық. Жалпы келгенде айып соққысы бұл футболдағы ең маңызды элементтердің бірі. Футболда айып соққысын орындау да өнер. Жаттығу жұмыстары кезінде шүмектетіп тер төгіп, айып соққысын орындауды ерінбей қайталай берген үштаған футболшылар ғана орындайды. Өздеріңіз көріп отқандай, бүкіл әлемдік додаларда айып соққысын орындау шеберлері бірінен бірі өтеді. Топқа ұмтылып, жүгіру бағыты, көздеген нысана және доп бір сызық бойында орналасу керек. Доппен табанның жақын орналасуы допты тура ұруға көмек үшін тигізеді. Осыған байланысты тебу күші және оның әсері төмендейді. Допты аяқтың ішімен тебу. Бұл тәсіл көбінесе доптың ізін кескіндеп тепкен кезде қолданылады. Қимылдық жүйесінде допты аяқтың ішкі және сыртқы қырымен тепкенге ұқсастығы бар. Бұл тәсілде жіліншек пен табанды ішкі жаққа бұру өте маңызды. Допты аяқтың сыртқы жақ қырымен тебу. Көбіне қақпашының дайындығынсыз, ойламаған жерден көздеген жерге допты бағытта бұрғанда қолданылады. Тебу қозғалысына қойылатын негізгі шарт: аяқтың ұшын жоғары қарай тарту керек. Ең бастысы нәтиже. Осы айтылғандардан нәтиже шығаруымыз керек. Сол кезде ғана жоғары деңгейдегі айып соққысын орындайтын шебер бола аламыз. Ал енді оқушылар, қазақ футболшылары арасында да айып соққысын шебер орындайтын ойыншылармен танысайық. Agora foi jogo!